Алматыда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы Ислам ғылыми зерттеу институты ашылды. Салтанатты рәсімге бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы арнайы қатысты. Игі шара қасиетті Құран аяттарын оқумен басталды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы ел амандығы мен тыныштығы үшін дұға жасап, жаңа бастамаға береке тіледі. Бас мүфтидің сөзінше институт мемлекет басшысының тапсырмасы аясында ашылып отыр. Яғни мекеме дәстүрлі исламды дәріптеу, оның ғылыми теориялық негізін дамыту мақсатында жұмыс істемек. Баршамызға белгілі, біздің мемлекет басшысы қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы халқымыздың дүниетанымына сай дәстүрлі исламды дәріптеу аса маңызды, оның ғылыми теориялық негіздерін дамыту қажет деген болатын. Мінеки осы институт, Алла қаласа, бұл ғылыми орталық болады. Осы ғылыми орталықта ислам дінінің ғылыми бағытын дамытуға Алла қаласа жұмыс жасалатын болады. Соның ішінде бізде енді ескіден келе жатқан ескі біздің көне бабаларымыздан қалған үлкен кітаптарымыз бар. Сол кітаптарды жаңғырту, оны қайта басып шығару, және сол біздің қазақ дәстүріне сай ислам дінінің құндылықтарын кеңінен елге насихаттау жұмыстарымен айналысатын болады. Және сондай-ақ әрине қазіргі кезде әлемдегі мәселелердің бірі ол біздің елімізде де бар әртүрлі жат ағымдар. Осы әртүрлі жат ағымдарды ғылыми негізде олардың қателіктерін айқындап, ашып, халықты ақпараттандыруда жұмысымен айналысатын болады. Және сонымен қатар зерттеу болғаннан кейін жалпы елдегі діни ахуалдарды зерттеу, соның ішінде бөліп әр өңірлердегі діни ахуалдарды зерттеу, қай өңірде қандай мәселелер бар, соның зерттеп, және сол мәселелердің алдын алу, егер сол жерде әртүрлі мәселелер болса, оны шешу жолдарымен де Алла қаласа ғылыми негізде айналысатын болады. Сонымен қатар институт ұжымы ислам атын жамылған түрлі жамағаттар мен ағымдардың діни ұстанымдарын, жасырын идеяларын ғылыми тұрғыдан әшкерелемек. Жиынға келген мамандар мұның еліміздің бірлігі үшін аса маңызды екенін айтты. Сондай-ақ іс-шараға белгілі ғалым Асқар Жұмаділдаев, көрнекті жазушы Смағұл Елубай тағы басқа зиялы қауым өкілдері қатысты. Олар жаңа бастамаға сәттілік тілеп, ақжарма ниетін білдірді. Ғылым менен дін екеуі шын айтқанда Құдайға баратын жолдың екі соқпағы еді. Соңғы заманда оның басы қосылып жатыр. Екеуі бір нәрсе екенін әлем мойындап жатыр. Ендеше мынау ашылып жатқан институт ұрпағымызды түгел, адасып жүрген ұрпағымызды түгел басын біріктіретін, оларға білім беретін, және ғылымға негізделген Аллаға шақыратын институт болғай. Ислам ғылыми зерттеу институты алдағы уақытта көне кітаптар мен байырғы қолжазбаларды зерттемек. Яғни ескі мәтіндер ғылыми айналымға енгізіледі және бүгінгі қоғам сұранысына сай қайта басылып шықпақ. Сол арқылы ортағасырлық ислам ғұламаларының еңбектері елдің ғылым білімін ғана емес, ынтымағын да нығайтуға ықпал етпек. Елордада бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының төрағалығымен орталық аппарат жиналысы өтті. Жиынға мүфтияттың басшылық құрамы, бөлім және сектор меңгерушілері, сондай-ақ облыс бас имамдары онлайн байланыс арқылы қатысты. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы қызметтік этикаға, дін ісінің және жамағатпен жұмыстың жауапкершілігіне тоқталды. Оның сөзінше имамдық жауапкершілігі мол, жоғары адамгершілік құндылықтарды талап ететін қызмет. Сонымен қатар бұл пайғамбарымыздың Алла тарапынан алып келген аманатын келер ұрпаққа жалғастыратын, адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыятын ұлы істің бірі. Сол себепті бас мүфти дін қызметкерлерінен көркем мінез бен адамгершілік талап етілетінін атап өтті. Жиын қорытындысында ол жауапты мамандарға нақты тапсырмалар беріп, руханият ісіне ыждағаттылықпен қарауға шақырды. Павлодарда 98 жастағы Хафиз Жұмагүл Мұратқызымен кездесу өтті. Іс-шараны әйел қыздар секторы Мәшһүр Жүсіп орталық мешітінде ұйымдастырды. Ұлттық сана, ұлттық сапа және ұлт анасы тақырыбындағы жиында тәрбиелік мәні зор тағылымды әңгіме айтылды. Айта кетейін, Жұмагүл Мұратқызы Мәдинада 30 жыл тұрған. 5 жасынан бастап Құранды меңгере бастаған. Аллаға шүкір, әжей әлі де тың. Қазір 3-5 күнде Құранды хатым етуді әдетке айналдырыпты. Сонымен қатар басқосуға Құралай Жарбол, Қарлығаш Бекпатша қызы тәрізді ұлағатты ұстаздар Алматыдан арнайы келіп дәріс оқыды. Кездесу соңында әйел қыздар секторының жетекшісі Ақерке Тұрғынбай келген қонақтарға жамағат атынан алғыс білдірді. Жиналған жұртшылық көнекөз қариямыздың ақ батасына кенелді.